Құрметті достар, мен сіздерге менің номер 11 мамандырылған физика-математикалық мектебімнің үздік ұстазы, физика пәнінің мұғалімі, өңіріміздің беделді педагогтарының бірі Гүлжан Дайырқызы Құлбаева апайым туралы репортаж дайындап қойдым. Кәсіби тұрғыда мен кішкентай ғана анықтама бере кетейін. Жалпы жұмыс стажы 38 жыл, 11 мектепте 28 жыл. Енді Гүлжан апайымның алғыс хаттары, грамоталы төсбелгілері жеткілікті. Мен сіздерге нағыз соңғы 5 жылдық нәтижелерін айтып кетейін. 2014-2015 оқу жылында ОБТ қорытындысы бойынша физика пәнінен 25 оқушы 100% сапа көрсетті. 2015-2016 оқу жылында 13 оқушы 100% сапа көрсетті. 2016-2017 оқу жылында 11 оқушы 100% сапа көрсетті. 2017-2018 оқу жылында 13 оқушы 100% сапа көрсетті. 2018-2019 оқу жылында 19 оқушы 93% сапа көрсетті. Бұл тамаша көрсеткіш емес пе? Осыған қоса, Гүлжан апайым менің оның жолдасы Марат Хамитұлы ағам екеуінің 60 мерейтойы екен. Осының бәрін қамтып бір үлкен репортаж болды. Рахимова апайымның жүргізуімен таңғы сенбілік дастарханында айта кетейін. Гүлжан апайым мен оның қайынысы бірге күшті ас дайындайды екен. Екіншісі, Гүлжан апайдың шәкірттерімен онлайн сұхбатым. Үшіншісі, Гүлжан апайым туралы мектептегі оқушылардың ой пікірлері. Ал кеттік ендеше. Құрметті достар, бүгінгі бұлтты күнге қарамастан бүгін тамаша сенбілік күн. Мен біздің мектептің үздік педагогтарының бірі талай шәкірттерді тәрбиелеген Гүлжан Құлбаева апайымның үйіне келдім. Саламатсыз апа. Саламатсыз ба? Қош келдің. Қош көрдік апа. Мен келеді деп 10 жастағы қызды 60 жастағы апай қарсы алып тұр. Ондай да мақал бар. Білесіздер ғой өздеріңіз. Апай, мен келеді деп сіз мені үйдің алдыңызда қарсы алып тұрсыз ғой? Иә, сені келеді деп естігеннен кейін мен сені қарсылауға шығып тұрмын. Қош келдің. Рахмет апай. Апай, мен сіз туралы репортаж түсіріп жүрмін. Жұмыста қандай екеніңізді мен көріп жүрмін. Ал үй ішіңізде қандай екенін, отбасыңызбен қандай екеніңізді өз көзіммен көріп, оқырмандармен бөліскім келеді. Ой, рахмет, қош келдің. Апай, сіз осы үйде қанша жыл тұрып келе жатсыз? Осы үйге біздер 4-5 жыл болды, 2015 жылдан бері тұрамыз осы жерде. Мына үйді өзіміз салдық, өзіміз сосын қазір осы жерде тұрып жатырмыз. Ал жүр, кірейік үйге. Қош келдің, үйге кірейік. Гүлжан апа, не істеп жатырсыз? Мен қазы жасап жатырмын. Сіз қазыны жиі дайындайсыз ба? Иә, әрине қыс мезгілінде осындай уақытта соғым сойған кезде үнемі қазыны өз қолыммен дайындаймын. Қазы тығу процесі туралы айтып беріңізші. Қазы жасау үшін бірінші жылқының етінен жасалады қазы. Бұл қазақтың ұлттық тағамының бірі. Оны естіп білесің де. Оны дайындау үшін бірінші қазының етін бөлек алып, оны тұздаймыз. Чеснокпенен, бұрыштап, тұзбен. 1-2 күн қоямыз қазыны. Сол болғаннан кейін, тұзын алғаннан кейін, өзінің шегіне, жылқының өзінің шегіне оны тығамыз. Ол кәдімгі колбаса сияқты қазы болып шығады. Қазақтың бұл ұлттық тағамы. Соны дайындап жатырмын мен қазір. Апа, осы қазы тығу процесінде өзінің физикалық заңдар бар ма? Немесе оны қолданасыз ба? Әрине, физиканың заңдылығы қазы тығуда міндетті түрде пайдаланады. Себебі сендер 7-ші сыныпта диффузия дейтінде өтесіңдер. Яғни диффузия дейтін араласу, яғни мынау өзінің бойына барлық тұзды, керек дәмді өзінің бойына сіңіріп алады. Сондай қасиетті физиканың бұл қазы дайындауда пайдаланылады. Апа, сіз мерейтойыңыз келе жатыр ғой, соған дайындап жатырсыз ба? Әрине, бір жағынан да сол шаруаларымыз бар. Ертең көп қонақ келеді, соларға алдын ала қазы дайындап жатқаным. Апа, әр әйел адамның тағам дайындаған кезде өз сыры бар. Ол не затқа байланысты деп ойлайсыз?
ол әр адамның өзінің әйел адамға байланысты. Негізі әйел адам тамақтың айналасында жүреді. Жалпы менің тамақ пісіру хоббиім. Тамақ дайындағанды, дастархан жақсы етіп дайындағанды, қонақ күткенді жақсы көремін. Сол себептен мен өзім тамақтың айналасында жүремін. Аға, тамақ дайындау сіздің де хоббиіңіз ба? Менің де хоббиім кухняда тұрмын ғой. Мынаны қара, балық дайындап, жеңешенің қасында отырмын міне. Мен де осылай тамақ дайындағанды жақсы көремін. Осылай келіп, осы жерге көмектесемін. Әсіресе мынандай балықтарды, қуырдақтарды, сондайларды дайындағанды жақсы көремін. Көмектесем келіп, міне сөйтіп істеп жатырмын, дайындап, балық дайындаймыз. Духовкаға. Профессиональный повар емеспін де, но бірақ енді жақсы көремін. Аға, сіз деген кішкентай кезіңізден бастап тамақ дайындауды жақсы көрдіңіз, немесе өсе келе тамақ дайындауды жақын болдыңыз? Мен кішкентай кезімнен бастап тамақты дайындауды жақсы көремін. Апаларымыздың бәрі ертерек кетіп қалды, мамам қасында мен қалдым, мен кішкентай кенжесі. Сол себептен осылай мамам үйретті қалай дайындайтын, содан ары қарай жайлап студент болдық. Осылай жақсы жетістіктерге жетіп кеттік, көрдің ғой, қазір қандай повар болып тұрғанын. Ұлағатты ұйыған керемет жанұя. Мәкең мен Гүлікеңнің бүгінгі сенбілік таңғы астарына бірге келіп отырық. Мәке, Гүліке, бүгінгі сенбілік күндеріңіз әдемі өтсін. Гүліке, Мәке, бүгінгі осы керемет сенбілік таңғы асқа сіздердің ең жақын еттеріңізге, бауырларыңызға жақын адамдар келіп отыр деп ойлаймын. Былай қарасаңыздар, доста көп, туыста көп, жақында көп қой. Осы дастархандас болып жатқан жақын жуықтарыңызбен, дос жарандарыңызбен таныстырып жіберсеңіздер. Бүгін таңғы асқа қош келдіңіздер біздің жанұямызға. Мына төрде отырған бұл осы үйдің отағасы Марат болады. Одан кейінгі отырған біздің сыныптасымыз, осы жердегі жанұялық жолдастарымыз, жолдасы жұмыста, Тоғжан. Одан кейін жұмыстасымыз, қазіргі мен жасап жүрген, еңбек етіп жүрген нөмірі 11-ші мамандандырылған физика-математика мектебінің басшысы, жаста болса, Зәуреш Жауынбайқызы. Одан кейін Сәруа Қабдолқызы, бұл екеуміз әріптеспіз, физика пәнінің мұғалімдеріміз. Сәруа Қабдолқызы. Одан кейінгі отырған біздің отағасының туған інісі Рәшит деген қайным, аспазшы. Одан кейінгі отырған келін, біздің ауылдың ең кіші келіні, менен кейінгі аты Балсам. Өте жақсы. Отбасы сүйіспеншілікпен, құрметпен, ынтымақтастықтың ошағы. Осы Мәке, сіз Гүлікеңмен оттасқалы бірнеше жыл, бірнеше айлар өтті. Қанша жыл болды оттасқандарыңызға? 28 жыл болды. Осы жылдар қалай тез өтіп кетті ма? Тез өтіп кетті. Зымырандай зымырап өтіп жатқан шіркін өмір-ай. Кемел жасы 60-тың орны мүлдем ерекше. Адам өмірінің ең бір асыл кезі, асқар кезі 60 жас. Бүгін міне кеше ғана Мәкең 60-қа толды. Енді 5-6 күннен кейін Құдай бұйыртса амандықпен сізде Гүлікең 60-қа толғалы отырсыз. Осы асқар жас, асыл жас 60-тарыңыз құтты болсын. Әр қарай екеуіңіз қол ұстасып, керемет өмірде сүре беріңіздер. Енді Мәке, сізге мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз әке жалпы асқар тау. Мәке, сіз берекелі жанұяның тірегісіз, ақылды ерсіз, парасатты азаматсыз, жарсыз. Осы сіз жанұяңызды материалдық жағдайымен бірге
рухани жағынан осы демеп көтермелеп келе жатырмын деп ойлайсыз ба? Сөйте ойлаймын. Гүлке, сізді қалай рухани жағынан Мәкең демеп келе жатыр? Иә, рухани жағынан да айтқанымыздың бәрі дұрыс, орындауға үнемі тырысып отырады. Барлық әйтеуір өзіміз ойлаған армандарымыздың бәріне мүмкіншілік жасап отырады. Сол жағынан енді демеп отырады, қандай жағдай болса да. Балдарды да өзіміз бермейді. Жаңа біз материалдық жағынан дедік, осы материалдық жағынан осы Мәкеңнің тапқан табысы, сіздің тапқан табысыңыз бір ортаға келе ма? Сол ақшаны кім жарататын, қалай жаратасыздар? Соны алып келіп Гүлжанға беремін, Гүлжан қалай? Сіз ақша қалайсыз? Жақсы жаратқан жақсы көресіз қалай? Сіздің қалтаңызда ол ақша көбірек жүре ме? Я болмаса айына бір жақсы жаратып келесіз бе? Аптасына жаратасыз ба? Негізі ортаға табыс бір жерге түседі біздің үйге. Отағасы әкеліп бергеннен кейін әрі қарай ұқсату ол менің шаруам. Кез келген жағдайда не керек өзімізге? Барлық жағдайды бірінші өзімізге жасаймыз. Содан кейін артылған ақша болса, артқа жинауға тырысамыз. Себебі балдарымыз өсіп жатыр деген сияқты. Жалпы табыс мүмкіндік тамағымызға, өзіміздің жүріс-тұрысымызға барлығына мүмкіндігінше жетіп жатыр деп ойлаймын. Өте жақсы, тамаша. Мәке, Гүлке, жыл қайыру бойынша сіздер екеуіңіз де тышқан жыл туылғансыздар. Осы екеуіңіздің бір тышқанға ұқсастықтарыңыз бар ма? Қандай ұқсастықтарыңыз бар? Өзіміз енді, мен де әйелім де тышқан жыл туғаннан кейін біздер енді екеуміз де еңбекқормыз. Еңбектен ерінбейміз, таңертең жыл тұрамыз, кешке кеш қайтамыз. Еңбектен кейін жақсы көреміз. Сол еңбектің жемісін көргеніміз жақсы көреміз. Жақсы, тамаша. Ол тышқанға қандай ұқсастықтарыңыз бар? Тышқан енді жалпы өзінің ініне тасиды ғой. Бізде дәл сондаймыз да. Әсіресе Мәкең. Керек болсын, керек болмасын, барлықты үйге таси береді да. Жалпы тышқан дейтін жалпы оқуым бойынша екеуі екі түрлі болады екен. Біреу жаңағыдай көп кез-келген нәрсені үйге таси береді де, біреу керісінше жаңағыдай артығын бүйтіп лақтырып отырады екен. Сол екеуміздің неміз, екіншісі екеуміз бір-бірімізге дәл солай екенбіз. Бұл кісі керек болсын, керек болмасын, бәрі үйге таси береді да. Әкеліп тыға береді үйге. Тышқанның енді бойындағы қасиет қой. Дәл сол қасиет осы Мәкеңде бар негізінде. Сіз мен енді соны жаңағыдай керегін алам да, керек емесін. Кейін қарай шығарып отырам. Ол себебі бәрін жинай берсең ол мусор болып қалады ғой барлығы түгел. Сол ішінде оны сөйтіп отырамыз. Сосын екеумізде тышқан жылымыз және екеумізде су құйғышпыз. Негізгі неміз бойынша. Екеумізде су құйғыш. Сол жағынан қалғанда жалпы ер адамға тән қасиетпенен әйел адамға тән қасиет оқуым бойынша екеумізге де сол өз мінезімізге сәйкес берілген екен деп ойлаймын. Сонда бар ғой, екеуіңіз енді мына жерде достарыңыз отыр. Осы достарыңызға қоятын мен мынандай бір сұрағым бар. Құрдастардың арасында Мәкең мен Гүлкен қандай жұп, қандай дос? Мен мына Марат, Гүлжан бірге оқыған сыныптасымын. Бір ауылда, бір мектепте оқыған. Әбішева Тоғжан. Енді біз сонау артқа шегінсек, 1977 жылы оқу 10 жылдықты аяқтап, яғни бәріміз жан-жаққа таразып. Содан 1993 жылы осы Ақтау қаласына келгенде мен Марат пен Гүлжанның жаңағы қайтадан табысып, бәріміз жаңағы сыныптас ретінде, сонымен жолдас жора болып, отбасымен бірге араласып келе жатырмыз. Әрине, сіздер айтқандай, біз өзімізге жақын тататын жақсы жұп, яғни жақсы семья, жақсы жанұя ортамызда. Енді Марат балаң баяғы оқушы кезінен қалған мінезі, былай қараса қатты өзгеріп кетті деп айта алмаймыз. Сол баяғы салмақты, достары көп, сондай жаңағы жақынға, барлық жан-жағына көмектескісі келіп тұратын, сондай қонақжай. Біздің Марат сондай мінезімен әлі ортамызда.
Енді Гүлжан құрбыға келетін болсақ, Гүлжан Марат екеуі В классында оқыды, а мен біздер Б сыныбында оқыдық. Сонда да ол сол жаңағы В сыныбының сол бұрыннан оның мінезіндегі өжеттілік, жаңағы тура сөйлеу сияқты, әділдік сияқты бұл қасиеттің барлығы бұрыннан бұның бойында бар екен. Себебі ол қазірдің өзінде солай көрінеді ортамызда, яғни оның жұмысына қарай да талапшыл болып солай қалыптасып кетті ма, а бірақ сол күнде де біздер Гүлжанды сондай етіп танитын едік ортамызда. Яғни көшбасшы, яғни лидерлік оның бойында бар қасиет. Мінекей, сонымен қатар, яғни ол отбасы тұрғысында біз оларды әңгімелеп айтатын болсақ, мысалы біздер бұл үйге қонаққа көп келеміз. Жаңағы айттым ғой, Марат қонақ жай. Марат қонақ шақырғысы келеді. Біздердің бәріміздің басымызды қосқысы келіп отырады. Барлық уақытта. Ал Гүлжан енді арасында еріне ма енді, бірақ ең соңында келіседі. Осындай жақсы дастарханның қонағы болып, біз жаңағы осы жерде талай күндерді өткізген уақыттарымыз бар. Яғни бұл уақыттың барлығында да, яғни енді бұл жерде отбасының қонағына, ортасына келгеннен кейін біздің Гүлжан құрбымыздың керемет аспаз екенін де айта аламыз енді бұл жерде. Тамағының сондай тәтті екенін. Ал оның жігіттердің бір сөзінен былай мысал келтіре салуға болады. Мысалы жігіттер отырады осы жерде дастарханда, сонан кейін ыстық күйде әкеледі ғой бауырсақты, табананды. Сол уақытта жігіттердің барлығы айтып атады жаңағы. Ал ол Гүлжанның мынау ыстық бауырсағы қандай, оның табананы қандай, сол сияқты анау тұрған қуырдағы қандай деп. Ал оны жаңағы сүрлеп пісіретін жаңағы ет бешбармағы қандай деп осы тамсанып сондай мақтау сөздің барлығын осы Гүлжанға айтып атады жігіттің барлығы. Яғни бұлардың барлығы шын ниетімен, кәдімгі шын көңілмен, ниетпен айтылып атқандықтан біз ол үйде ортада бәріміз жақсы көңіл күйде, сондай тарасып, жақсы ниет тілектерімізді айтып, бәріміз осылай жүріп жатырмыз мысалы. Бәріміз жан-жағымыз аман, әйтеуір осындай 60 жасқа келіп атқан біздің мына сыныптас құрбыларым, яғни Марат жолдас, яғни бұлардың барлығына да жақсы, сіз айтып атқандай жақсы жұптық өмірді, мынау тұрған отбасылық жағдайдың барлық жақсысын мен әрине тілеймін. Ортадағы жаңағы айтып атыр, Марат жаңағы өзінің жағдайдың бәрін жаңағыдай жасап отырған өзінің балаларына Асқар таудай қамқор әке. Ал біздің Гүлжанның сүйікті жары. Ал Гүлжан құрбымызда жаңағы айтқан барлық осы игіліктің берекесін келтіріп отырған отанасы деп есептей аламын. Яғни осы сияқты енді пікірлеріңізді айтасыздар сіздерде. Қызғанған кезі. Мараттың қызғанған кезін енді. Мәкеңді ма? Ал Мәкеңді қызғанатын кезі не шығар енді Гүлжанның? Жаңағы ортада Мәкеңді мақтап кетеміз ғой бәріміз, сол уақытта деп күліп қойып отырады енді. Содан кейін тоқтап қалып атамыз, сондай кездер шығар енді. Ал тағы да ертең сыныптас жолдас жігіттері бірге оққан келеді, еске түсіріп түрлі қызықтар мүмкін айтар. Мынау біздің алдымыз ғой тойдағы. Ал біз сол қонақтарды күтеміз енді тойда. Рахмет. Және тағы мынандай сұрақ. Гүлекең ұстаз, Гүлекең үйдегі жаңағы ақ орамал тартқан жар. Екеуінің арасындағы бір үндестік. Гүлекең ұстаздық қылған, ұстаз Гүлекең қандай, үйдегі жанұяның берекелі ақ орамал тартқан ана ол қандай, жар ол қандай. Мен өзім Гүлекеңмен сонау 95 жылдан бері жұмыстаспыз. Әуелі сол танысқан 95-тен бері қарай апалық, бір сіңлілік арамызда сондай бір үлкен сыйластық бар десек те болады. Себебі жұмыс барысында да, былай уақытта да, бос кезімізде де бірімізбен әйтеуір сырласып, кейде бір айтатын бір нелерің болады сол мезгілдерде, бір жақсы сырлас апа десем де болады, сыйлас дос десем де болады, ол да артық болмайды. Енді бұл кісі ұстаз ретінде лағатты ұстаз, өзінің бойындағы барлық сол ұстазға деген қасиеттердің барлығы осы кісінің бойында.
алдынан шыққан шәкірттердің барлығы жақсы білім алып, тәрбие алып, талай шәкірттерді ұшырып, қолынан тәрбиелеп жүрген үлкен ұстаз десем болады. Ал енді үйдегі ана, бұл үйде енді біз дос болғасын, сіңлі болып, апа болып араласқаннан кейін біз көп боламыз, қонақта боламыз. Үйдегі енді ұстаз ана, үйде қонақ жай, дастархан осылай жаюлы, әрқашан мол. Қолынан әрбір пісірген дәмі Нүгілекеңнің, ол енді бір бөлек әңгіме. Ол кісі прям жасаған әрбір нәрсесінің өзін дәмдетіп, қонақтың алдына дәмді қылып қойған жақсы көреді. Әдемілікті жақсы көретін адам, тазалықты жақсы көреді. Әрі өзі әділ, шыншыл, жаңана Тоғжан апа айтып жатыр ғой, сондай лидер болып деп. Лидер десе, енді лидер, үйдегі лидер, мектепте де лидер. Сол әр жасаған ісінің өзін бір тиянақты етіп, әдемі етіп берген жақсы көреді. Сол енді біз бұл кісіден сіңлі ретінде кіші болсақ та, арамызда бірталай жас разница болғанмен, үйренетініміз бар, көп нәрсені үйрендік те, бірге сыйлас, сырлас десек болады енді. Арасында апа деп аламыз, арасында Гүлеке деп аламыз. Енді Марат ағамда осы шаңыраққа келіп Гүлекеңмен танысқаннан бері аға ретінде сыйлаймыз. Марат аға деп енді. Ол кісі келгеннен қонақ жай, айтады ғой, адамның жақсылығын айт, нұры тассын деп жатады. Сол әр адамның бұл үйдегі өз орындары, балалары болса да алдымыздан құрақ ұшып, жүгіріп сыйлап жатады. Енді оның Алла разы болсын. Мынау енді таңғы асына келіп қалдық. Мәкеңмен Гүлекеңнің келіп қалған жастары да құтты болсын. Асқар 60 жас. Қалған өміріңізде осы көрінген бала шағаларыңыз бар, қайныларыңыз, келіндеріңіз, осы семьямен біз деген араласқалы, Рашидті да, Балсанды да барлығымен жақсы таныспыз. Енді келген жастарыңыз құтты болсын тағы да. Аман болыңыз. Сіздер тек қана аманшылықта, тойда көрейік. Енді ұстаз Гүлжан мен ана ұстаз осылай бірімен сәйкестігі, үйлесімділігі мол жандар енді. Мен осы Гүлжанмен бірге жұмыстаспын, әрі әріптес, физика пәнінің мұғалімі, аты жөнім Абуғадира Сәруа. Гүлжанмен сол 95 жылы сол мектепке орналасқаннан бері таныспыз. Әрі замандас ретінде, әрі ауылдасым болып келеді, өзім де Атырау қаласынан. Сәруа, бір осы Гүлжанның бір керемет, бір адам білмейтін ойындағы бір керемет бір қасиетін айтып жіберіңізші. Қандай бұл ашық, өзіне ұнамаған нәрсені тіке бетіне айтады. Сіз өзіңізге осы Гүлжанның қандай қасиетін өзіңізге алар едіңіз? Білген үйретуден жалықпайды. Сұраған нәрсеңді өзі білетін болса, қалай да жеткізе біледі. Шәкірттері де сонысымен оны сыйлайды. Жақсы ұстаз ретінде таниды. Ортаға сыйлы, отбасының татулығы, осы отырысымыздың өзі. Отбасында енді біз замандас ретінде араласып болғасын жақсы білеміз. Қыздары да өзіміздің шәкірттеріміз, олардың да тәрбиесі енді. Айтып кетіп жатсыздар ғой, Мәкеңнің Гүлжанның несі деп, сондықтан олардың да тәрбиесі өте жақсы. Сондықтан ендігі уақытта осы толып жатқан 60 жастарын құтты болсын, отбасыларың аман болып, солардың тек қызықтарын көріңдер балдарыңның. Осындай сыйластық ұзағынан болсын. Керемет. Су сұрасаң, сүт берген, айран берген, 60-қа да жеттің ау, қайран жеңгем. Осы керемет асыл сөздер Рашид пен қайын іні мен жеңгені көргенде ойыма келеді. Әзіл мен құрметі жарасқан қайын іні жеңгесіз. Осы жарастық сіздерге қай уақыттан басталды? Менің атым Рашид. Мына осы үйдің иесінің Марат деген туған ағам менің, Гүлжан деген туған жеңешем.
Енді бүгінгі таңғы асқа бәріңіз де қош келіп жатсыздар. Мына жерде құрдастары бар, жұмыстастары бар. Біздерге де бірге болыңдар дегенсін, біз де таң атпай осы жерге келіп жатырмық таңғы асқа. Ал мынау енді бағана сұрақ қойып жатыр ғой. Қайыненесі мен жеңгесінің арасындағы бағанағы бұл қазақтың әуелден келе жатқан салты ғой. Бұл жеңешесі мен қайынысы ойнайды деген баяғыдан қазақтың салты бар. Сол себептен жеңешеміздің осы біздің Шаңырақ Құлбаевтардың шаңырағына келгенде 30 шақты жылқы болып жатыр осы. Әр уақытта да үйінде дастарханы кең, мол, ашық. Ауыл жақтардан бағанағы құда бала еттер жібергенде сол етпен екеуміз бірге арпалысамыз, осы жерде бірге күресеміз. Сол етті бір жағына шығарып, содан кейін барып бір тынышталамыз енді. Сондай жеңгемнің осы жақсылығы сол, сондай еш уақытта да ренжіген жоқ. Айтуыр бар осы тіке бетімізге айтып осылай деп, басқа енді ештеме жоқ тіке. Мұғалімдер де айтып отыр ғой. Тіке тәкаппар тіке бетке ұрып тастайды. Артынан жасыру жоқ, разведчиктер сияқты анан айналып мындай айналып өсек өмірдің сәні дейді, өсек қылып бірде естейтін ондай несі жоқ. Тіке айтады бетке, осы болды сонымен қатып қалады. Сол сондай енді тек не айтам басқа. Ағамыз енді екеуі бақытты болсын. Мен енді өзім ерекше көрем бұл ағамды. Баяғыда мамам айтатын еді, Марат деген 14 жасында жыңғыл шауып келеді, сөйтіп үйдің қасына, білмеймін, бір жерлерде айтады, біз кішкентаймыз ғой. Бір жерден жыңғыл шауып келеді дейді, енді бізді асырайтын Марат деп та, сөйтетін еді кезінде. Бүгін енді босап отырып қой, таңғы аста. Сөйткен, сөйткен енді мамамыз да 60-қа жетпей кетіп қалды. Бұған жеткен адам бар, жетпеген адам бар. Енді міне ағамыз бен жеңешеміз 60-қа шығып жатыр. Тойдың бастамасы құтты болсын. Екі қыздар беріліп жатыр, екеуі де аман болсын қыздардың. Тек бақытты болсын, қош келдіңдер. Мәке Гүліке, сіздер елге елеулі, достарыңызға қалаулы, керемет бір жұпсыздар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген бар. Сіз екі керемет гүлдей өсіріп отырған екі қыздарыңыз бар. Сол қыздарыңызға өздеріңіздің бойыңыздағы қандай бір керемет, қасиетті болашақта алса екен деп ойлайсыз? Қыздарым енді менен алатын қасиеттерін айтсам, қыздарым әр уақытта мен еңбекқор болған тілеймін. Алдарында қандай мақсат қойса, соны мақсатқа жетіп, сол армандарын орындаған тілеймін. Өтірік айтпаған тілеймін. Әр уақытта шыншыл болғандарын тілеймін. Өздерінің еңбектерімен адал ақша тапқан тілеймін. Енді екі қыз бала тәрбиелеп отырмыз ғой. Жалпы қыздарымызға дұрыс тәрбие бердім деп ойлаймын мен өзім, ана ретінде. Себебі қарсы сөйлемеуге, адамның алдынан кесе-көлденең өтпеуге, артық жұрттың сыртынан әңгіме айтпауға тәрбиеледім деп ойлаймын. Осы сіз 10 сағыңыздан кәдімгі бір бал тамған деп айтады ғой, сондай анасыз, сондай жарсыз. Осы дастархан мәзіріне келгенде осы берген қыздарыңызға қандай тәрбиеңіз бар? Енді біреулер баласын бала күнінде көп жұмсамай үйретеді ғой. Ал мен жалпы ана ретінде екі қызымды да үйреттім үй шаруасына. Себебі оларда болашақ ана, сондықтан барған жерінде олар сөз естімесе, маған да сөз келмейді ғой. Сондықтан мен олардың қолынан тазалық, тамақ дайындау, келген кім келсе де үйге шәйнегін қоя салуға үйреттім. Сол жағынан өзім көңілім толады қыздарыма. Өте жақсы. Мен өзіме келсем, мен осы үш ер баланың арасында өскен, Құдайдан сұрап алған бір жалғыз қызбын. Жанұяда бәрі де жеткілікті болды. Бірақ мені сондай бір қатал сөйтіп өсірген, менің қазіргі ойлап келе жатсам, кеше ойлап келе жатсам, менің ойымда қалған бір ойыншық жоқ. Менде қуыршақ та болмапты, менде ойыншық та болмапты. Арасында бір қолым тигенде жаңағы ағаларыммен, інімен бірге Зорница деген ойын болды.
сонда жаңағы автоматтарды алып сол ойынды ойнап келетін едім. Сонда бүгін сізге келместен бұрын мен екеуміз де замандаспыз ғой. Мен сізге қойғым келген сұрақ, сіздің ойыңызда, сіздің жүрегіңізде қалған ойыншығыңыз бар ма? Енді біздің де балалық кезіміз бір уақыттардың бір жоқшылық уақытында өтті ғой. Жалпы әке-шешеміз ондай үлкен жұмыс атқарған адамдар емес, кіші қызметкер болып сәт, әкем жүргізуші болды. Мен де мысалы сіз жаңа айтқанда ойланып отырмын да, біз де қолымызға ешқандай артық ойыншық алып ойнамаппыз. Сол үйден қалған сынған ыдыстар, бір жағы сынған, сондайлармен ойнадық. Сосын енді есіме келіп отыр. Банкының қақпағы ашылғаннан кейін қалған қаңылтыр, жеті қаңылтыр. Сонымен ойнағаным менің есімде. Доп жеті қаңылтырды қоямыз да, доппен ұрып қашамыз да, сосын қаңылтырды орнына жинайтын кездеріміз есімде. Шындығында мен де қолыма қуыршақ алып, басқа нәрсе алып ойнап көрген емеспін. Есіме енді түсіп отыр сол ойындарымыз. Өте жақсы. Өмір жылы, жыры таусылмасын мәңгілік. Тұрсын алдан арайланып таң күліп. Бақыт болсын әр қашанда жолғар, шаттыңыз тау суындай мол болып. Бақытты болыңыздар. Шаңырақтарыңыз әр қашанда биік болсын. 60-тың алтауына, 80-нің алтауына, 100-ге Құдай берген бір жасқа керемет екеуіңіз жұп болып, осы керемет отбасыларыңызбен жақсылыққа жете беріңіздер. Енді келесі ары қарай серіктесім, кішкентай болса да үлкен жұмысты атқарып жатқан Жансұлу, сізге сөз кезегі. Жеңше, абысын тату болса аста көп дегендей, сіз осы әулетке қатыстырып не айта аласыз? Жақсы, енді жаңа абысын деп жатыр ғой. Осы әулетте жаңа айтып кетті, 3 ұл, 3 жаңа қыз бар да. Барлығы бізден үлкен, мен ең кішісімін осы әулеттің. Жаңағы Бұқар жырау айтқан екен. Ағайынның аразы елдің сәнін кетірер, абысының аразы ағайынды кетірер дейді. Біздің арамыз тату. Енді сұрағым, сізді Гүлжан апай деген ширатып, бүйтіп жұмыс саласындай заттар істемей ме? Жақсы, енді осы әулетке келгеніме менің 30 жыл болған екен. Біздер енді ширатып жаңа алады ма деп жатсыз ғой. Өлең сөзінде де бар ғой, бірақ мені абысым ширатып алмайды. Өйткені біз жаңағы үлкендерден тәрбие алған, сол үйімізден алған тәрбиені осы әулетте қолданып жүрміз десем болады да. Жаңағы ширатып бір алады дегендей, жеңешеміз себебі мен бұрын түстім бұл кісіден осы әулетке. Осы әулетке келін болып бұрын түстім. Биыл Алла қаласа 30 жыл болады менің осы әулетке келгеніме. Ондай жоқ, біз бір-бірімізді өзімізден ұғынып, өзіміздің қызметімізді атқара береміз. Мен енді осы кіші келін болғасын, өзімнің қызметімді білем, келгеннен кейін осы кухнядан деген сияқты ас үйден бастап, одан кейін қонақ күту, осы шай құю деген сияқты өзімнің қызметімді атқарам. Біздер жалпы абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп дейді. Біздер енді татумыз. Аллаға шүкір. Бізден де кейін енді келіндер келді. Өзім қазір келінім бар, 2 немерем бар. Аллаға шүкір. Сол келіндер енді біздердің тәрбиемізді алып, осы біздің ұстанған тәрбиемізді ары қарай жалғастыруда. Енді жаңа айтып отыр ғой, осы үйден қонақ үзілмейді деп, әр қонақ келген өзінің ырыс несібесімен келеді дейді. 10 қонақ келсе, өзінің 10 қонақ келсе, сол 9-ын қалдырып, бір ырысын алып кетеді екен. Сондықтан бұл үйдің ырыс несібесі мол болсын. Жаңаға айтып жатырмыз ғой, бір әулеттің ынтымақ ырысын асырып, берекесін тастатын абысындардың татулығының, сыйластығының жемісі деп білем. Осының барлығы біздің жаңа айтып жатқан, қызмет қылып жатқанымыз. Енді аға, жеңеше, мына мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Ертең енді мына таңғы асқа бүгін жолдастарыңыз, әріптестеріңіз келіп жатыр екен. Құтты болсын, жастан жасқа шыға беріңіздер. Біз енді осы сіздерге қарап үлгі аламыз. Тек той-тойға жалғасын, ертеңгі болатын тойымызды өте жақсы,
өткізуге атсалысайық дегім келеді бәріңізге де. Қош келдіңіздер сіздер де. Рахмет. Гүлжан апа, мен сізге құр қол келген жоқпын. Біздің ауылымыздың ақсақалы Көкбол Теменсінұлының Адай тайпасы деген кітабын сізге сыйға бергім келіп отыр. Молодец, рахмет. Көп жаса. Күшті кітап. Молодец. Ақиқат пен аңыз. Адай тайпасы. Көп рахмет, көп жаса. Жамандар жақсымын деп айқайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жүрген соң баурайында күнде ойнап, таулардың биіктігі байқалмайды дегендей, өзінің бойындағы, жан дүниесіндегі таудай биік, жоғары сатыдағы қасиетімен белгілі кейбір адамдар күнделікті тірлікте көп көзіне түспей, пендешілік тұрмыспен өмір сүріп жатады. Осындай кісілігі мол, кішіпейіл, ақжарқын азаматтың біреуі бірегей деп айтуға болады. Құлбаев Марат Хамитұлы және оның жұбайы Гүлжан 60 жасқа шығып отыр. Мен Марат Хамитұлын 35 жыл шамасы уақытында білемін. Бұл жігіт ұзақ уақыт ішкі істер органдарында мінсіз қызмет атқарып, көптеген марапаттарға ие болып, қазіргі таңда зейнетте жүрген құрметті ардагер. Марат Хамитұлы зейнетте жүрсе де еңбек етіп және қоғамдық істерге белсене қатысып жүрген жан. Марат Хамитұлы облыстық ішкі істер органдары ардагерлер кеңесінің алқа мүшесі ретінде тәртіп сақшыларына тәжірибелі, өнегелі, ақылшы аға болып, алдыңғы саптан көріп жүрген құрметті адам. Қазақтар жалпы 60 тал түс деп, келешектен көп үміт күттіретін аталық, әжелік сатыларға жетелейтін, тіршіліктің салиқалы орта жасы деп бағалап, өмірдің рахатты, қызықты күндері ұлағатты ұрпақпен жалғасып, бұйыртса 70, 80, 90, 100 жасқа сенім артатын, уақыт мөлшері деп 60 жасты әспеттеп, таудың тұсындағы өткел асуға теңеген. Құрметті Марат Хамитұлы, құрметті Гүлжан, Маңғыстау облыстық ішкі істер органдары ардагерлер кеңесі атынан мен сіздерді мерейлі мерекеңіз 60 жаспен шын жүректен құттықтаймын. Жандарыңызға жақсылық, өмірлеріңізге сәттілік тілеймін. Жақсы адамның алақаны аялы, жақсы адам жасыл емен саялы, жұлдыздардай шақырады биікке, жақсы адамның жарқын өмір баяны. Сондықтан жарқын өмір баяндарыңыз шығар қарай жарқырай берсін. Мына ұлағатты ұрпақтан қызық көріп, ұзақ өмір сүріңіз. Достар, мен Гүлжан апайдың шәкіртімен байланысамын. Ол ауылда жоқ екен, жұмыс бабымен Теңізшевройл Ойл компаниясында проект басқару инженері қызметінде екен. Сәлем бердік Нұрсұлтан аға, менің есім Жансұлу, мен Ақтаудағы жас блогермін. Өңіріміздегі беделді еңбегі сіңіп жүрген үлгі тұтатын тұлғаларымен сұхбаттасамын. Мен Гүлжан Дайырқызы Құлбаева апайым туралы репортаж дайындап жүрмін. Ол сіздің ұстазыңыз болған екен. Соған орай сізге 2-3 сұрағым бар. Енді апай туралы. Дайсыз ба? Сәлем Жансұлу. Рахмет осындай звондап тұрғанына. Және де класс жетекшімнің туған күніне байланысты осындай мені интервью алып отқанда мен өте қуаныштымын. Және де барлық сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Нұрсұлтан аға, Гүлжан апайды бәрі мақтай береді, сабақты күшті түсіндіреді, мықты ұстаз деп, мен сіздің ойыңызды білгім келіп отыр. Айтып беріңізші, Гүлжан апай қатал ма, әлде жұмсақ апай ма?
жалпы қызық сұрақ. Гүлжан Дайырқызы негізі мінезі біреумен сөйлескен кезде немесе бізге бір сұрақ қойған кезде жалпы бұл кісінің мінезі өте жұмсақ болған. Ұқыптылыққа, мәдениеттілікке немесе өз-өзін ұстау, киім үлгісіне ол өте қатаң түрде қарайтын еді. Соның арқасында біздің қазір мысалы киім үлгісі жағынан біз таза, ұқыпты, өзімізді мәдениет ұстауға жалпы осы кісінің септігі тигізген деп ойлаймын. Сондықтан бұның қатаң жүргізген қатаң көзқарастарының арқасында біз өзімізді ұстай білеміз. Соған өте көп рахмет айтамыз. Себебі уақытында жұмысқа баруға, уақытында сабаққа кезінде университетке баруға, немесе уақытында барлық жұмыстарды бітіруге осы кісі септігін тигізген. Аға, апайдың қай қанатты сөздері есіңізде қалды әлгі күнге дейін? Иә. Жалпы Гүлжан Дайырқызы өте көп өзінің өмірі бойынша жалпы нақыл сөздер көп, мақалдар көп айтатын еді. Бірақ маған ең қызық, ең еске қатты жатталып қалған сөзі ол сенген қойым сен болсаң, мағараған бар болсын деген сөзі. Оны бізге жалпы ұбт тапсырған кезде де немесе басқа жерлерде өзі қолданатын еді. Сол сөзді ойланып отырып осылай анализ жасаған кезде бізге кішкене бір жігер мотивация туғызатын еді. Себебі шыны керек ол өзінің еңбегін бізге бөліп, түн ұйықтамай не істемей осындай былай жасаған арқасында біз неге осындай бір өте биіктен көрінетін адам немесе осындай жетістікке жете алатын адам көрсете алмаймыз деген сияқты. Яғни сенген қойым сен болса маған бар болсын дегенде. ұбт-да жалпы не бойынша біз Ақтау қаласы бойынша 1-ші орын алдық, облыс бойынша 3-ші орын алған адамдармыз. Және де сол сөзді мысалы еске алу арқасында өзім алтын белгіні алған адам болып табыламын. Физика пәнінің жақсы оқыған адам жан-жақты болады деген естимін. Бұған қандай ой қосасыз? Толықтай келісемін. Физиканы оқыған адам жалпы жан-жақты болып табылады. Бұның себебі неде десем, физика оқу барысында адамда бір әдістер, әртүрлі оқу барысында әдістер пайда болады. Және де критикалық ойлау деген сияқты, немесе математикалық ойлау, ой өрісі өте дамиды. Миы жақсы дамыған адамның жалпы барлық жағынан жан-жақты болуға тырысуға дәлелденеді. Себебі қарасаң, миы жақсы дамыса, жаттау қабілеті жақсы. Жаттау қабілеті жақсы болса, онда өлеңдер немесе кітапты оқу деген сияқты жақсы дамиды. Сонымен қатар өзінің таланттары ашылады, ән айтуға деген құлшынысы, басқа да сияқты өте көп. Мысалы тарихта да мысалы көптеген физиктердің өзі жан-жақты болғанын көрсетіп тұрады. Нұрсұлтан аға, Гүлжан апай мен Марат ағайымыз 60 жас мерейтойын тойлауда. Соған орай қандай тілек білдіресіз? Ескертемін, бұл тілектеріңіз бүткіл Маңғыстау жұрты тыңдайтын болады. Солай ғой достар? Жансұлу, рахмет саған осындай мүмкіндік тудырып жатқанына. Ал Гүлжан Дайырқызы өкінішке орай енді қатыса алмай тұрмын жұмыс бабы бойынша. Ал Гүлжан Дайырқызы 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, әрқашан биіктен көріне беріңіз, жүзіңізден күлкі етпесін, осындай күлкіңіз көп бола берсін, жан-жақты адамдар, жақсы адамдар қоршап тұрсын. Осындай сіздің еңбегіңіздің арқасында, сіздің мейіріміңіз арқасында мектеп және мектеп коллективі, мектеп оқушылары барлығы да осындай жетістіктерге жетіп отыр. Сіздің сол жалпы жақсы адамға көп сөз арнайды, сол көбейе берсін. Сосын айтылады ғой, жақсы адамның аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген сияқты. Сондықтан сізді осылай әйгілі болып, беделді және дәулетті болып жүре беріңіздер. Марат екеуміз бақытты болып жүре беріңіздер. Марат ағанда 60 жас мерейтойы құтты болсын, бақытты болсын. Қыздарыңыздың әрбір жетістіктерін көріп жүре беріңіздер, бағалап жүре беріңіздер, күлімдеп жүре беріңіздер. Бәріңізге рахмет, сау саламатты болыңыздар. Сау болыңыз Нұрсұлтан аға. Иә. Сәлем бердік Қуандық аға. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Сәлем Жансұлу, менде бәрі жақсы. Рахмет, өзіңнің денсаулығың қалай? Аға, мен әдейі сізбен кездесуді ұйымдастырдым. Себебі сіз біздің мектептің мақтан тұтатын түлектерінің бірісіз. Жарқырап жүрген жұлдыз болмасаңыз да үлгі тұтатындайсыз.
Мен сіз туралы мағлұматтар жинадым азғантай. Сіз Қытайда оқиды екенсіз, аспиратурада. Менің білуімше, сіз физикадан көптеген сайыстардың жүлдегерісіз. Бұндай жетістіктер аспаннан түспегенін білеміз. Оған септігін тигізген кім екен? Гүлжан Дайыровна менің сүйікті апайым, ол физика сабағынан сауат ашты. Мен 2014 жылғы мамандандырылған физика және математика мектебінің түлегі. Аға, Гүлжан апайның физикадан берген тапсырмасын орындай алмағаныңыздан ренжитін бе еді? Сөздің шыны керек, Гүлжан апайымыз біздің мектеп мұғалімдеріміздің ішіндегі ең талапшыл мұғалімдердің бірі болды. Кейде сұрақты мәнісін түсінбей, есепті дұрыс есептемесең қатты ренжитін еді. Бірақ оған қарамастан таянбай көмектесуге дайын болған апай болды. Қуандық аға, біздің сұхбатты Гүлжан апайға көрсетемін. Апайдың тумалыстары мен жақындары көреді. Осы апайдың 60 жас мерейтойына арнап жақсы тілек айтыңызшы. Құрметті ұстазым, сізді бәріміздің қамқоршымыз, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстаз болғаныңызды мақтан етемін. Көп жылдар бойы ақырын жүріп, анық басқан ұстаз болуыңызбен бірге, сабырлы мінезбен, салиқалы салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз. Сіздің берген біліміңіздің арқасында мен ел қатарлы болып Қытай мемлекетінде білім алып, қызыл дипломға ие болдым. Қазіргі таңда Қытай мемлекеті Шанхай қаласында магистратурада оқимын. Алдыма түскен күрделі сұрақтарға жауап бере білу және де өмірде өз орнымызға табу үшін берген ақыл кеңестеріңізге, ел қатарына қосқаныңызға мыңда бір рахмет айтып, шәкірттік ықыласымды білдіргім келеді. Осыған орай мен сізге қазір Қытай тілінде құттықтау сөзін жолдағым келіп тұр. 尊敬的老师，祝您60周年生日快乐！谢谢您一直以来对我的关心和照顾，您不辞劳累，让我们每一个学生能够好好学习，将来成为国家的栋梁之才。您是园丁，培育我们每一朵花，让我们开得这么美丽。谢谢您，衷心的祝您生日快乐！愿您身体健康，万事如意，梦想成真，恭喜发财！ Гүлжан апай, өмірде әркімнің өз жолы бар. Ал оны дара ету өз қолыңызда. Сіз осы физика пәнінің педагогы болуға кім әсер етті? Бұл жас кезінде әркім әртүрлі мамандық таңдайды. Бірақ сол кездерде мектепте жоғары сыныпта оқып жүрген кезде маған математика пәнінің мұғалімі Гүлнар Әбілтаева дейтін мұғалім келді де, осы кісінің еңбегіне қарап, мен мұғалім болды армандап, мұғалім болып оқуды жалғастырып оқып бітірдім. Сіз осы салада неше жыл бойы еңбек етіп келесіз? 1983 жылы Гурьев педагогикалық институтының физика факультетін бітірдім. Содан бері міне 37 жыл уақыт өтті. 37 жылдан бері осы педагогикалық қызметте еңбек етіп келемін. Ал мамандандырылған физика-математикалық мектебінде еңбек еткеніме биыл 28 жыл толды. Сіздің алдыңыздан мыңдаған шәкірттер өтті. Соның бір ерекшесі. Әрине, бұл еңбек жолында менің алдымнан талай шәкірттер өтті. Осының ішінде мен өзім жетекшілік еткен сыныптағы 2010 жылы бітірген мектеп түлегі Орынбаев Нұрсұлтанды айтуға болады. Себебі бұл бала мектепті алтын белгімен бітірді, жоғарғы оқу орнын жақсы бітірді, одан кейін магистратура бітірді. Қазір Атырау қаласындағы ТШО мекемесінде еңбек етіп жатыр. Сіз басқарып келе жатқан мекемеде 100-ден астам педагог бар. Солардың әрбіреуі бір тұлға. Бірақ солардың ішіндегі бір ерекшелері болады. Осы Дайыровна сізге қандай ерекшелігімен көзге түсті? Сұрағыңыз орынды, Сәуле Рақшина. 100 мұғалім бар. Осы мекемеде өзім көп жылдан бері еңбек етіп келе жатырмын. 20 жылдың үстінде әріптестермен жұмыс жасап жатырмыз. Енді сол 100 мұғалім осы мектеп басшысы ретінде осы 2 жылдан бері қарай деп айтатын болсам, оған дейінгі уақыт айта аламын. Гүлжан Дайыровнаның жалпы еңбек сүйгіштігі,
ерінбей жұмыс жасайтындығы және өз ісінің бір адал маманы ретінде айта аламын. Себеп бұл кісі соңғы бір 10 шақты жылдың іші болып десек те болатын шығар. Ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты мектепте сол 10-11 сыныптармен жұмыс жасайды. Сол соңғы 10 жылдағы жетістік нәтижесін айтуға болады. Балаларды кәдімгі тиянақты, нәтижелі жұмыс жасайды және сол нәтижесін әр оқу жылының соңында беріп отырады. Енді оған дәлел ретінде бұл мектептің соңғы 5 жылда десек болады, 7 жылда десек те болады. Барлық бітірген түлектері қазіргі таңда жоғары оқу орындарының бір студенттері алды бітіріп келіп жатыр, арты оқып жатыр. Барлықтары да сол грант иегерлері. Сондай нәтижелі жұмыс жасайтын маман ретінде өзім қадірлеймін, құрмет тұтамын ол кісіні. Енді еңбегіне шығармашылық табыстар тілеймін. Алдағы уақытта дені сау болсын. Барлық жақсылықтар тілеймін енді. Рахмет. Сондай нәтижелі жұмыс жасайтын маман. Рахмет.